Кейбір кезеңдерде сені ешкім тыңдамайды, немесе мән де бермейді. Неге кей адамдар бөлмеге кіріп келетін болса, барлығы үндемей қалады, ал кейбіреулер сөйлесе, ешкім де мән бермейді. Құрмет айқай немесе күш арқылы келмейді. Бүгін мен саған құрметке ие болудың нақты 5 қағидасын айтатын боламын. Соңғысы ең маңыздысы. Алғашқы қағида өз-өзіңді құрметтеу. Құрмет басқа адамдардан басталмайды. Құрмет әрқашанда өзіңнен басталады. Егер де сен өзіңнің уақытыңды бағаламасаң, өз сөзіне жауап бермесең, өзің қойған шекараңды өзің бұзатын болсаң, басқа адамдар сені не үшін құрметтеуі керек? Өзіңді құрметтеу деген уәде берсең орындау, шаршасаң демалу, көңілің жоқ кезде көп күле бермеу, және де керек кезінде жоқ деп айта білу. Жоқ деп өзіне емес, өзгелерге айта білу. Өзін құрметтеген адам үнемі айқайлап сөйлемейді. Өзін ешкімге дәлелдеуге тырыспайды, ақталмайды. Ол тыныш қана, бірақ та сенімді жүреді. Ал сенімді адамда құрмет деген ол автоматты түрде орын алады. Аз сөйле, бірақ та нақты сөйле. Бұл екінші қағида. Құрметке ие адамдар көп сөйлемейді. Әр сөзін ойланып айтады. Көп сөйлеген сайын сенің сөзіңнің салмағы, мән-мағынасы азаяды. Бос уәде, бос әңгіме, бос арзан күлкі бұл сенің беделіңді жояды. Ал сен сөйлеген кезде адамдар сені тыңдасын десең, әр сөзінің мәні болсын. Әр әңгімеге өзіне қатысы жоқ жайттарға араласа берме. Бірақ та сөйлейтін кезде ойың анық, нақты болсын. Сені тыңдай бастаған кезде сол сәттен бастап құрмет қалыптаса бастайды. Үшінші қағида. Бәріне ұнауға тырыспа. Көп адамдар өте қатты қателеседі. Құрметке ие болу үшін жақсы болып, әдемі болып, мықты болып көрінгісі келеді. Шындық басқаша. Бәріне ұнаған адамды ешкім шындап сыйламайды. Құрмет өзінің белгілі бір принципі бар адамдарда ғана болады. Өзінің пікіріңді жақсы білдіре алатын болсаң, қажет жерінде қарсы шыға алатын, бірақ та қатты дөрекілікке бармайтын адамға. Сені бәрі бірдей жақсы көрмесе, бұл қалыпты зат. Тек сен өзіңді жақсы көруің маңызды. Маңыздысы өз ұстанымынан сатылмау. Уақыт өте келе адамдар сенің мінезіңді сыйлайтын болады. Істеген ісің сөзіңмен сай болсын. Бұл төртінші қағида. Егер де сен сөзбен егінін оратын болсаң, бірақ та на деле еш нәрсе істемейтін болсаң, онда сен арзан адамсың. Бұл төртінші қағида. Адамдар сөзге сенбейді, ол іс-әрекетке сенеді. Яғни біз де біреудің іс-әрекетіне қарап, оны бағалаймыз. Оның сөзіне қарап, бағалай алмаймыз. Ол өте үлкен қателік. Адамдар әрекетке сенеді. Көп уәде беріп, ештеңе істемейтін адам, оның ешқандай да құрметі болмайды. Ал аз сөйлеп, бірақ та үнемі нәтижесімен, өзінің іс-әрекетімен дәлелдейтін адамдар, бұл ешқандай сөзсіз, артық сөйлемсіз, ешнәрсе қажет етпей-ақ құрметті жинай алады. Сен бір рет емес, тұрақты түрде жауапкершілікті көрсететін болсаң, адамдар сенің сөзіне де, ісіне де сенетін болады. Ал сенім бар жерде құрмет те бар деген сөз. Соңғы әрі ең маңызды 5-ші қағида. Сабыр. Сабыр сақтай біл. Эмоциясын басқара алмаған адам басқаларды да басқара алмайды. Яғни сіз қандай жағдай болмасын, жақсы немесе жаман, өзіңіздің ішкі эмоцияңызды басқара алуыңыз керек. Қатты ашуланатын, әр нәрсеге күле беретін адамдар ешқашанда салмақты, құрметті көрінбейді. Ал сабыр сақтай алған адам кез келген ортада ішкі күшке ие болып көрінеді. Сабыр бұл әлсіздік емес. Сабыр сақтау ол өзіңді ұстай алу, өзіңді басқара алу. Қиын сәттерде тыныш қалу бұл ең үлкен артықшылықтардың бірі болып саналады. Міне, нағыз құрмет осындай жерде пайда болады. Яғни қорыта айтқан кезде құрмет сұрап алынбайды. Ол мінезбен, әрекетпен, уақыт өте келе қалыптасатын зат. Өзіңді құрметте, сөзіне жауап бер. Өзіңнің принциптерің болсын, сабыр сақтай біл. Сол кезде адамдар сені сыйлайтын болады.